Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қасиетті қарабастаулық, жақсы менен жайсандар, сәлем сөздің анасы сәлем берер көргенделді баласы десек, осынау керемет қуанышқа, ұлыстың ұлы күні, әз наурызға келген баршаларыңызға, Алланың амандығы саулығы болсын, бүгінгі мереке құтты болсын деп бір қол салып қояйықшы ағайын. Ұлы күнде тауып мезгіл бір ретін, атқарғандай қасиетті міндетін, жаратылыс нұрын бөліп жаратқан, жылына бір теңелетін сәт күн мен түн, жан байытып жұрттың жылы лебізі, ізгі жолда сайрап жатты елізі, орындадық нақыштарын наурыздың, салт дәстүрге бай ұлтпыз ғой негізі. Аққа тиіп ағайынның ауызы, артта бір күн наурыз көже маңызы, бойындағы нәрін берген аямай, табиғаттың адамға жоқ қарызы, асыл жандар, қысқы сүрден асқамдар, бел алады берекелі бастаулар, жақсылықтың жиынтығы әз наурыз, жамандықты өткен күнге тастаңдар, күн ернімен аспан жерді сүйеді, кемсең дейді бұлт сақалды иегі, жанды жансыз құбылысты қамтыған мерекелік ұғым бұл ғой киелі деп, бүгінгі ұлыстың ұлы күні әз наурыз баршаға құтты болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын, мерекеміз мерекеге ұласын деп тағы бір қошемет соғып қояйық ағайын. Қаратаста қақ бөліп бірлігімен, иманның исаңған тірлігінен, қарабастаулық ағайындар жасай берсін, Алланың нұры түссін түңлігінен десек, бүгін ауыз біршілігі, ынтымағы жарасқан елдің осындай бір керемет мерекелі дастарханын Алланың өзі де рас, сөзі де рас десек, бірінші қасиетті Құранға арнайы кезек берсек деп отырмыз. Ал өмірден өткен жандардың рухына Құран бағыштап, Алладан дұға етсек деп отырмыз. Алай болса, ауылымыздың имамы, ардақты азаматымыз, исламның алтын діңгегін ұстап, елге өзінің керемет насихаттарын жеткізіп жүрген ардақты азамат Берік ағамызға кезек ұсынамыз. Алла разы болсын аға. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب الكريم барлық мадақ бақта барша шүкіршілігіміз бүкіл әлемдердің Раббысына болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға, оның отбасына, сахабаларына салауаттар мен сәлемдер болсын. Осы оқылған қасиетті Құранның аяттарынан болған сауапты осы өмірден ла илаха илlalloh Мұхаммад Расулуллах деп өткен жандарға, және осындағы амин деп қол жайып отырған баршамыздың бақилық болғандарымызға, және осы ұлыстың ұлы күнгі Наурыз мерекесіне ұйытқы болып отырған 1973 жылғы туылған бауырларымыздың әулеттеріне дәметкен әруақтарға, осы қатарлы ағаларымыздың марқұм болған бауырларымыздың рухтарына бағыштадық. Алла тағалам қасиетті Құранның нұрымен қабірлерін нұрландырып, қияметте өзі рахман алып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның шапағатын нәсіп етсін. Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Осы көктемнің шуағына амандықпен жеткізген Аллаға шүкірлер. Осындай игі жақсылықтар әрбір өлкемізге, әрбір шаңыраққа, әрбір тұлғаға нәсіп етсін. Мына жерімізде шөп көп болсын, төл көп болсын, ақ мол болсын. Әрбіріміздің шаңырағымызға Алланың нұры жаусын. Осындай шуақты күндерге, осындай бір қуанышты күндерде бас қосуды нәсіп етсін. Ниетіміз қабыл, мұратымыз асыл болсын. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі қуаныш тойдан тойға жалғасын таба берсін. Амин. Аллаху акбар. Иеленген шашу би тобын ғажайып бименен қарсы алыңыздар. Жетекшісі Ыдырысова Гүлнар апай екен. Bir қол соғып қойыңыздар балапандарымызға. Шашу би тобыны бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Ғажайып бименен жетекшісі Ыдырысова Гүлнар апайымызға рахмет. Қазына кеуде ардақты аталарымыз, ағаларымыз сахна төрінде тұр.
назарды бермен аударып, үлкендердің тілегін тыңдаңыздар. Алла ниеттерін қабыл еткен болсын. Ал, қош келдіңіздер. Мархабат, сөз өздеріңізде. Үлкеніміз еңбегі еткен еселі, басында бағы беселі, елге сыйлы еңселі, Бақыт Қажы атамыз алғы сөз бастап берсін. Мархабат, ұлыстың күні құтты болсын аға. Рахмет. Құрметті Қарабастау халқы, ел жұрты, осы Наурызға жиналған меймандар, бүгінгі Наурыз мерекесі құтты болсын. Барлығымызға Алла осындай күндеріміз көп болсын. Мінекей Аллаға шүкір деп айтамыз. Бүгін Наурыздың үстінде басымыз қосылып, дастарханымыз жайылып, ел болып жиналып осында қариялар мен әжелер, ағалар мен бауырлар, қарындастар мен келіндер, қыздар мен ұлдар барлығы жиналып, бүгін Қарабастаудың елінде үлкен мерекелік дастархан, үлкен той. Наурыз деген өздеріңіз білесіздер, күн мен түннің теңесетін уақытысы. Алла сол табиғаттың осындай уақытысында біздің ата-бабаларымыз осы Наурыз тойын тойлап, үлкен тойға жалғастырып, соның ақыры мінекей біздер осы ұрпақтар той тойлап жатырмыз. Бізден бұрынғы өткен ата-бабаларымыз, әже апаларымыз көп қиыншылықты көрді. Ол енді барлығы сол заманменен кетті. Мамыражай жақсы заман келді. Аллаға шүкір деп айтамыз. Жақсылығымыз көп болсын. Барлығыңыз осы әр Наурызға бала шағамыз аман, отбасымыз түгел, төрт көзіміз түгел. Алла осы Наурызда аспаннан жаусын, жерден өнсін. Барлығымызге жақсылық күндер, жақсылық жылдар болсын. Келесі Наурызға аман есен жетуімізге Алла нәсіп етсін. Амин. Аллаху акбар. Рахмет барлығыңызға. Қажы атамыздың айтқан тілек ниеті қабыл болсын. Мың алғыс. Алла қаласа келесі Наурызда да кездесу нәсіп болсын. Ал енді әдемі тілегімізді 12 атасыр елінің ішінде Ақкөңірде елінің азаматымын. Есімім Леспек, полковник ақсақалмын деп осынау сахнаның төріне арнайы елге құтты болсын деп келіп отыр екен. 81-де жасы бар, қадірлі мынау басы бар. Леспек ақсақалдан бір әдемі тілек тыңдайық кәнеке. Үлкен рахмет деймін. Айналайын Қарабастау елі. Қандай ұру болмасын, қандай ұлт болмасын, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Осы мероприятияны организовать қылған адамдарға, қызмет қылып жүрген жас балдарға, келіндер апаларға. Мен Өзбекстанда, Тәжікстанда болдым 40 жыл. Бұндай жиынды, бұндай отырысты, бұндай организовать қылған адамдарды осындай жерде мен көрмегенмін. Турасын айтамын. Қарабастау елінің басшыларына ардақты басым дейіп сәлем беремін. Рахмет барлықтарыңызға. Қызмет қылған келіндер, апалар, әжелер, мынау тұрған менің інілерім, или болмаса, менен үлкен болса ағаларым, сіздерге үлкен рахмет. Жастарыңызға жас қосылсын. Осындай Наурыз әр жылы бола берсін. Өкіметіміз тыныш, жеріміз аман сау, барлығы мехнатты болып, барлықтарыңызға рахмет. Құшағым одитон, тожығышпақ күтігенданда. Рахмет барлықтарыңызға. Әлем, осы отауды тігіп, осындай халықты жинап отырғандарға, сендерге үлкен рахмет. Басшылары аман болсын, сыйлықтары көп болсын. Рахмет, рахмет барлықтарыңызға. Рахмет Леспек ата, мың алғыс. Ал енді қымбатты ағайындар, Қарабастаудың тұрғыны болған менен күллі қазақ халқының атынан бір емес бірнеше мемлекеттің басшылары менен жүздесіп дидарласқан, еліміздің президентімен дидарласқан, сұхбаттасқан осы елдің мақтанышы Мамыт атамызға
мереке құтты болсын деп бір қол соғып қойсаңыздар, мәртебеңіз биік болсын ата. Сөз өзіңізде. Ассаламу алейкум. Құрметті көпшілік қауым, құрметті Қарабастау елді мекенінің тұрғындары, құрметті де қадірменді де қадірлі де меймандарымыз, баршаңыз бүгінгі мына ұлыстың ұлы күні, бүгінгі Наурыз күнде қош келіпсіздер. Алла Тағала мына Наурызымызды баянды етсін. Елімізге, мемлекетімізге тыныштық, ауыз бірлік болсын. Іштен шыққан, сырттан шыққан жаудан қорысын Алла Тағала. Әр уақытта басымыз тойда, жиында, жақсылықта қосылсын. Рахмет, көп рахмет бәріңізге. Рахмет, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Ал енді Қазына кеуде қарттардың аттан салтанатты түрде Сағындық атамызға мереке құтты болсын деп бір қол соғып қойсаңыздар. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум көпшілік. Мына келген наурыздарыңыз құтты болсын, жастарыңызға жас қосылғаны құтты болсын. Өніп өсе беріңдер, жаманшылық көрмеңіздер. Әр уақытта аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын. Жастар өсіп өне берсін, өмірде жаманшылық болмасын, тыныштық заман болсын. Келесі наурызға отбасыларыңызбен, ұл-қыздарыңызбен, немере шөберелеріңізбен, 4 қыздарыңыз түгел аман-есен жете беріңіздер. Рахмет, ата, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Ал енді Ұлықпан атамызға да осындай ұлыстың ұлы күні құтты болсын деп бір қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар. Арқада асыл мұрасы, аузында кері қайтпас дуасы бар. Аталардың ақ батасын берсін кәнекей. Ассаламағалейкум Қарабастау тұрғындары. Ұлыстың ұлы күні мынау Наурыз мейрамымен құттықтаймын бәріңізді. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Құда қаласа енді жылы Наурыз мейрамында үлкен қуанышта кездесуді Алла нәсіп етсін бәрімізге. Рахмет. Рахмет, ата, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Мынау елдің ауызбіршілігі, ынтымағы жарасса, сол елдің ардақтағайын, осынау Қазына кеуде қарияларының арқасы, сол үлкендердің берген тәрбиесінің арқасы, енді ардақтағайын осы бірлік пен ынтымақтың ұйытқысы болған, осы елдің ардақтысы, иықтысы болған ардақты жандарға алғысымызды айтып, әрмен қарай жақсылықтың нышаны, жақсылықтың жалғасы жалғана берсін деп үлкен құрметпен жақсылық атамызға сөз берейік. Мереке құтты болсын ата. Рахмет. Құрметті көпшілік, мына Наурыз мерекесі құтты болсын. Наурыз мерекесі жай ғана мереке емес, бұл біздің жаңа жылымыз. Сондықтан еліміз барлық жерде жаңа жылды тойлап атқаны 9 сәуірден бастап тойлап атыр. Бұл той әлі тағы да жалғасады. Сондықтан сіздерге тілейдім, бастарың заман болсын, дендерің сау болсын. Алла Тағала аспаннан жаудырып жерден өндірсін. Қорамыз толған мал болсын. Не айтам? Рахметім жақта болды деп атыр. Рахмет, ата, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Сіздер аман болыңыздар. Осы Қарабастаудың қашанда нұры төгіліп, кереметтей сәні кіріп тұрса, сол сәні де, әні де, сөздің мәні де сіздер аман болыңыздар. Сіздерден кейінгі тұрған інілеріңіз, ағаларымыз, сіздердің тілектеріңізге қосыламыз. Қайталап айтудың қажеті жоқ. Алла қаласа, бір 20 жылдан кейін сөйлейміз деп тұр ол кісілер құдай қаласа. Сондықтан аман болыңыздар. Алла жүздің көруді нәсіп етсін. Ғасырдың жолдасы болыңыздар. Мынау елдің атынан, елдің қазыналы қарияларына мінекей үлкен құрметпен сый құрметіміз. Қабыл алыңыздар. Ізеткен айза бойламас дейді. Орамал тон болмайды, жол болады. Сіздерге деген сый сияпат. Фотограф бар ма? Бір суретке түсіріп алсын кәнекей. Аман болыңыздар. Елдің бақытына бір суретке түсіп алыңыздар. Рахмет. Қайтадан суретке түсір, фотограф қайтадан түсіріп, ақшасы көп адамдар келіп отыр.
ашуланса бірақ өз өткізіп береді Наурызды бұл кісі. Рахмет сіздерге, амандық тілейміз. Алла берекелеріңіз арттырсын. Төрлетіңіздер. Еркелетіп елдің алдына шақырып енді өлең айтып береді екеніміз болар. Мархабат. Аталарымызға, ағаларымызға төр көрсетейік. Қош келдіңіздер. Мереке құтты болсын. Мархабат екен. Бақытқа жатам, батасын берсін. Амин. Алла, Наурызға жеткізген Аллаға мыңда бір шүкіршілік жасап, елімізге аманшылық, жерімізге тыныштық, халқымыз аман, төрт көзіміз түгел, әр уақытта осындай Наурызда бас қосуды нәсіп етсін. Амин. Аллаху акбар. Керемет. Қандай керемет көңіл, осы көңілден айырмасын осылай жарқырап жайнап жүре беріңіздер. Бұдан енді сөзімнің балапандарын жақсы білет, бірге қосымша қайымыздар. Жасай берсін, Қазақстан жасай берсін, Қарабастау жасай берсін. Жеткізбеді
қалды күміш күміш көзім ілініп барады сені көргім кеп барады астарын салып тұрып күміш күміш жеткенде сағына құшақтап аймалап жылу бер жаныма my love түн созылшы ұзаққа түн бара олсақ түн күн шығады өз ақтап түн тек сен асақ өзімнің арады сені көргім кеп барады асағым сағаттар қалды күміш көзім ілініп барады сені көргім кеп барады асағым сағаттар қалды күміш керемет қара бастауды айқайсың аруларды құрметтенген жанарың нұрланып қарайсың нұрланып жаныңды жақсылық жайласын көрініп жоқ болдың өртеніп от болдың аяулы ару қыз қайдасың бағыма балаймын жолыңа қараймын кездесіп қалардай алдымнан жанымның ардағы әнімнің арманы жолыңда сұлуды шағырдан кеттің ғой тіл қатпай мен үшін жұмбақтай сұлу қыз іздеймін өзіңді көркіңмен таң қылдың өртедің жандырдың сұлу қыз мендегі сезімді балар ем бағыма барар ем жанына жаным ау жолы сақтағыда арайлы таң тілек әдемі әктілік сырыңды ақтарсаң бағыма жайнаған гүлдердің аман бол тілегім соғады бір сендем жүрегім жалындап жана алмай әніме сала алмай өзімді жүрмін ғой таба алмай кеттің ғой тіл қатпай мен үшін жұмбақтай сұлу қыз іздеймін өзіңді көркіңмен таң қылдың өртедің жандырдың сұлу қыз мендегі сезімді кеттің ғой тіл қатпай мен үшін жұмбақтай сұлу қыз іздеймін өзіңді көркіңмен таң қылдың өртедің жандырдың сұлу қыз мендегі сезімді кеттің ғой тіл қатпай мен үшін жұмбақтай сұлу қыз іздеймін өзіңді көркіңмен таң қылдың өртедің жандырдың сұлу қыз мендегі сезімді сұлу қыз мендегі сезімді рахмет наурыз құтты болсын мен қара бастауға алғаш рет келіп тұрған жоқпын бірнеше рет келгем осы жерде менің туған әпкем тұрады жездеммен бақытжан деген
жездем тұрады. Оның баласы осында осы Наурызды ұйымдастырып жатыр. Сол жиеннің бір ауыз сөзін жерге тастамай сіздердің алдарыңызға келіп отырып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Сондай сіздердің жерлестеріңіз бар. Кеттік. Тап осы көңілмен осылай жарқырап жүре беріңіздер. бір бар бақыт табатын, жанардың жауын алатын. Абайла жігіт абайла, сол баққа жиі баратын. Қызыға берме қызылға, қызығамын деп бұзылма. Шеш алсаң ғана жақында, жұмбағы болар қыздың да. Қызылама, 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 қызығып үзіп алма. Қызылама, қызылама, қолың жетпес алмаға көзді салма. Қызылама, 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 қызығып үзіп алма. Қызылама, қызылама, қолың жетпес алмаға көзді салма. Бұлбұлы күнде сайрайдым, сарайы жанның жайнайдым. Махаббат ойын мені сол, уақыт шағаны ойнайдым. Салынып ессіз үмітке, айналмау керек түбітке. Жүректі жаулап алатын, батылдық керек жігітке. Қызыл алма, қызыл алма, қызылына қызығып үзіп алма. Қызыл алма, қызыл алма, қолың жетпес алмаға көзді салма. Қызыл алма, қызыл алма, қызылына қызығып үзіп алма. Қызыл алма, қызыл алма, қолың жетпес алмаға көзді салма. Рахмет, аман болыңыздар. Кенжебек өлең айтсам ұзартқағы, мен келдім жырларымды ұзартқалы. Қарабастау ел жұрты мұндай кезде қол соғып ұл қыздарын қызартпады. Жиылып отырғанда мұншағайын сырымды қалай іште тұмшалайын. Армысың Наурыз тойлап жатқан елім, жүрегі аңсап жүрген жыр сарайын. Жаныма қиқуыңмен қуат беріп, жоныма қамшы басып тұр шағайын. Мұндай той күнде бола бермес, дүркіретіп қошемет ұршағайын. Толғанып Наурыз тойдың қақ төрінде, қолғалып домбырамды бір шабайын. Жиылып қалың елдің жағындары, алдыңа шықтау елдің ағындары. Мінеке елдің басын қосып жатыр Қарабастау елінің батырлары. Ақсақалдар әлгінде бата беріп, төріне мынау елдің жақындады. Әншілер мен бишінің бәрі осында, бүгінде жұлдыздардың сапындағы.
Барлығы сіздер үшін келіп отыр, келмейміз деп бастарын қатырмады. Ендеше назар бұрып тұрыңыздар, бұл жерде қызыңыз бар, ұлыңыз бар. Керемет наурыз тойды ағайындар, сіздермен бөлісетін түріміз бар. Қарабастау тойларың құтты болсын, ал енді бір қошемет ұрыңыздар. Сіздер үшін кеп тұрған ағайындар, біздерге де қошемет қылыңыздар. Аса жүргізуші әр сөзін кесіп айтты, демеймін ел алдында бөсіп айтты. Тойдың басын ашты ғой ақсақалдар, ол кісілер керемет шешім айтты. Есімі кім екенін біле алмаймын, бір атамыз сөзінің расын айтты. Бұндай ауыл еш жерде көрмедім деп, бұндай ауыл еш жерде көрмедім деп, ақсақал әңгімені тошын айтты. Ақындар оған қалай сен алмайды, демеңдер алдыңдағы ер алдайды. Ол рас Қарабастау мықтауыл ғой, ешқандай ауыл сізді жең алмайды. Бірлігің мен ынтымақ бекем болса, төріңізден ағайын ер аумайды. Жаңағы атамызға айтарым сол, ақын қалай көңілім бөл алмайды. Бұндай ауыл бұған дейін көрмесе, бұндай ауыл бұдан кейін тошыны көр алмайды. Болғанда қарттар үлкен бала жастау, барлығы мына тойға араластау. Үлкендер өзі бастап мына тойды, Қарабастау алдыңа дара бастау. Мына тойды бастаймыз батамен деп, ақсақалдар төріңе дара бастау. Ал енді жұлдыздардың бәрін жиған Ерекең мен Жамбылға қол соғып қойыңыздар, ол да келіп бұл тойға араластау. Солардың арасында бізде жүрміз демеңіздер, ақынды жағаластау. 300-дің басын қосқан той боп жатыр, болмайды мұндай тойға араласпау. Қастерлі наурызымды ұлықтаған, қасиетіңнен айналдым Қарабастау. Өзіңе бұрылайын алталашым, бәріңнің жақсылыққа бар таласың. Ерекеңдей ұлдарың аман тұрса, елдің көшін әрқашан тарталасың. Ақсақалдар осында аман жүрсе, аманаттап талайыз арталасың. Ақжаулықты ажелер аман болса, әрине жақсылыққа бар таласың. Шымқалада той қылған дүркіретіп, ынтымағымыз ешқашан кетпесін, жаман көз біздің елге қарамасын, тек қана биіктен көріне берейік. Мына Қарабастау елді мекенінің осындай активіне рахмет, ұйымдастырушыларына осындай көңілімізді көтеріп бүгін той жасап беріп жатыр. Рахмет, тек қана тапқандарыңыз тек қана жақсылықтарға, жақсы күндерге бұйырсын. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, құрметті Қарабастау тұрғын алабының тұрғындары. Жаңа бір ақсақалдар мен ақын ініміз кереме бір тілек айтып кетті ғой. Бұндай жиынды, бұндай дастарханды, бұндай ынтымақты, бұндай ауызбіршілікті талай жерге барып көрген жоқпын деп. Міне, ауызбіршілік қайдан келді? Бауырыма мыңда бір рахмет айналайын. Ар уақытта осындай жас кезінен араластың, осындай халықтың елдің тірлігіне. Бұлай біздің тарихымызды қарасақ, бұл кісінің атасы да бәрі елге қызмет жасаған. Енді осыны пайдаланып отырып, мына ауылдың біраз жастарын осы Қарабастау елді мекеніне және ашып, Қарабастау елді мекенін гүлдеп көгеруіне, ынтымақты болуына ат салып жүрген жігіттерге біздің алғыс хаттарымыз бар еді. Соны ұсынуға рұқсат берсеңіздер.
Құдай қаласа мынау біз тарихын қарап отырып жаңа қарасақ, осы жігіттердің барлығының аталарына шейін таниды екенбіз. Аталарының бәрі осы Қарабастау елді мекеніне қызмет қылған аталарымыз екен. Кейін қарасақ әкелері, енді Құдайға мыңдап шүкір, мында балдары Қарабастау елді мекенінде қызметін жасап жатыр, жандары ашып. Балдарымыз мынау жастарымызды тәрбие жөнінен, басқа да ауылымыздың көгеруіне ат салысып жатқан біздің азаматтарға мыңда бір рахмет. Соларға арнайы осы Қарабастау елді мекенінде құрылған игілігі іс қоғамдық бірлестіктің атынан, елімізде ақсақалдар алқасының атынан беретін біз алғыс хаттарымыз бар еді, соны беруге рұқсат беріңіздер. Оқып бересіз ба? Алғыс хат алдынан біз енді осы әз Наурыздың дүркіреп өтуіне өзіндік үлесін қосқан, ұйытқы болған, ұйымдастырушы болған Болысбек мырзаға бір шапан жабайық деп отыр. Жігіттер бір жақсылап қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар арнайы. Енді Қайрат аға бір сурет кезіп болғаннан соң мен ел ағаларын дастарханға шақырайын, өзіміз қалып табыстай береміз, әйтпесем біраз тұрғызып қоямыз, еркелетіп елдің алдына шақырып ал. Болысбек мырза сылып денеңізде тоссындай қаласа. Құтты болсын, бір сурет kesіп алыңыздар. Ал біз алғыс хат. Құрметті 73 жылғы азаматтарға, сіз Қарабастау тұрғын алабының көркеюі мен дамуына белсенді ат салысып, туған ауылымыздың өркендеуіне шынайы жанашырлық танытып келесіз. Осындай азаматтық ұстанымыңыз бен игі істеріңіз үшін сізге шынайы алғысымызды білдіреміз. Көне дәуірден келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі қарсаңында сізге және отбасыңызға амандық, молшылық, құт береке, бақ дәулет тілейміз. Жасаған әрбір қайырымды ісіңіз жұрт жүрегінде орын алып, жақсылығыңыз өз өміріңізге еселеніп қайтсын. Ісіңіз әрдайым ілгерілеп, табысыңыз еселене берсін. Ел игілігі жолындағы еңбегіңіз өзіңізге де, әулетіңізге де еселеніп қайтсын деп тілейміз. Ізгі ықыласпен игілік іс қоғамдық бірлестігінің төрағасы Қайрат Аққошқаров, қарсы алыңыздар, қошемет соқсаңыздар. 73 жылғы азаматтарға, 73 жылғы азаматтарға біріңіз келіңіздер, 73-терден. Дәл осындай мәтінде алғыс хат Самат Сағындықұлына. Самат Сағындықұлына. Қошемет Самат мырзаға. Дәл осындай мәтінде алғыс хат құрметті Нұрсұлтан Нұрмұхамбетұлы. Алғыс хат құрметті Жанболат Тоқтасынұлы. Жанболат Тоқтасынұлы құрметті, мархабат. Алғыс хат құрметті Еркін Полатұлы. Дәл осындай мәтінмен марапатталады. Алғыс хат құрметті Ергешев Сапархан. Келмеді ма? Әйелі ше? Келмеді ма? Құрметті Мұхтар Даниярұлы алғыс хатпен марапатталады. Ол да келмеді ма? Қайыншыда той болып отыр ма? Алғыс хат құрметті Ерлан Темірәліұлы. Дәл осындай мәтінмен құрметті Бауыржан Құралұлы. Бауыржан Құралұлы. Және дәл осындай алғыс хатпен құрметті Бауыржан Ерғазыұлы. Бауыржан Ерғазыұлы. Дәл осындай алғыс хатпенен құрметті Дархан Әбілқасымұлы. Дәл осындай алғыс хатпен құрметті Жандар Төлебайұлы. Жандар Төлебайұлы.
Дәл осындай алғыс хатпен құрметті Зерхат Сарқұлұлы. Жаңа жырады ғой сөйлес әкең. Құрметті Зерхат мырза. Дәл осындай алғыс хатпенен құрметті Мұрат Қожа Ерғалиұлы. Мұрат Қожа Ерғалиұлы алғыс хатпен марапатталады. Сәкен кеп атыр, Зерхат ағам кеп атыр. Мұрат Қожа Ерғалиұлы. Дәл осындай алғыс хатпен құрметті Жаңабай Аршабекұлы. Жаңабай Аршабекұлы. Дәл осындай алғыс хатпенен құрметті Дәурен Әбдімәлікұлы. Дәл осындай алғыс хатпен құрметті Нұржан Құралұлы. Ардақты алтын басы бар, 40-тан асқан жасы бар. Нұрекеңе бір шапалақ ұрып қойыңыз. Елдің қамын ойлайым деп, өзінің қамын ойламай жүріп өтсіңіз. Алғыс хатпен құрметті Аманжол Қадырұлы. Аманжол Қадырұлы алғыс хатпен марапатталады. Алғыс хатпен құрметті Нұрбол Нұрланұлы марапатталады. Нұрлан ұлы, Нұрбол мырза. Алғыс хатпен құрметті Бейбіт Досболұлы марапатталады. Рахмет. Құрметті елдің алғысын алған ардақты азаматтармен бір суретке түсіп алыңыздар. Ордабасы тауының төрінде күллі Азияны түркілетіп, көкпарын беріп, елден батасын алған қазақтың нар кенжесі, бал кенжесі, ән кенжесі, сіздердің сүйікті қыздарыңыз, исі қазаққа белгілі қазақ эстрадасының жұлдызы Наркенже Серікбаеваны қарсы алыңыздар. Ал қошеметтерін сауықтайыңыздар. Жұмыр жерде сен ғана, ұлтымыздың ол елі.
рахмет, Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Жаңа осындағы кішкентай балдарға дейін, кішкентай бүлдіршіндерге дейін сұрап жатыр, көкпардағы әнді айтасыз ба деп. Сол әнді мен қазір сіздердің құрметтеріңізге орындап берейін. Кәні жаңа сұраған бүлдіршіндер енді алға тұрып тыңдасаңыздар болады. Нағыз жүрегімен қазақпын деп соққан барша қазақ азаматшалары мен қазақ азаматтарының құрметіне арналады. Аман болыңыздар. Ашайық кішкене. Бісміллә мұсылманның басты әні аты менен Алланың. Қазақ елі ерліктердің дастан әні бірлік еткен қорғаны. Ұлтымыздың жау желіктің қасқалары азаттық ет арманы. Енді мені ел болдың асқаралы арайланды таңдары. Көтер көке туыңды қала жері айбыныңды танып. Қиындықтың бәрін ұмытса екен қайғымыңды қалып. Жаратқан қалсын еліме ай күнімді жарып. Бар әлем алдында алашордық қанызыңды танып. Қазағыма әнмен шашу арнағасын жыртейін ел үшін. Қыран құстай биігіңді самғағасын арылмайды келісім. Бабалардың көзі елін жалғағасын кемиеді өрісім. Тектіліктің символысын сен ғанасың қазақ елімен үшін. Көтер көке туыңды қала жері айбыныңды танып. Қиындықтың бәрін ұмытса екен қайғымыңды қалып. Жаратқан қалсын еліме ай күнімді жарып. Бар әлем алдында алашордық қанызыңды танып. Көтер көке туыңды қала жері айбыныңды танып. Қиындықтың бәрін ұмытса екен қайғымыңды қалып. Жаратқан қалсын еліме ай күнімді жарып. Бар әлем алдында алашордық қанызыңды танып. Рахмет, аман болыңыздар. Апалар, билейміз ба? Билегілеріңіз келіп тұрған сияқты. Онда сіздердің құрметтеріңізге гүл сезім деген керемет әнді тарту өте қабыл алыңыздар. Апаларға билеге. Апалар, ортаға келіп билейміз. Тамаша. Наурыз құтты болсын. Билейміз. Жіберейік. Аспанда жүрегіміз сырласқан, құпиясын сыр сандығын кімге ашқан, арманына жете алмай
Кездесерміз біз әлі, сағынып күн ұзады, саған ғана жазылғандай жүрегімнің жүзі әлі. Кездесерміз біз әлі, сағынып күн ұзады, саған ғана жазылғандай жүрегімнің жүзі әлі. Саған ғана жазылғандай жүрегімнің жүзі әлі. Наргелже Серікбаева қыздарыңызға қошеметтеріңіз қойып қойыңыздар. Сол біздің 4 бірдей азаматымызға бұйырып тұр екен. Құдай қаласа табыстауға рұқсат етіңіздер. Олай болатын болса ортаға бокстан республика бойынша жастар арасындағы бокс чемпионы республикалық Сайдахан Сұңғат. Бар ма? Сайдахан Сұңғат. Бар ма екен Сайдахан Сұңғат? Машина тұра бер. Дәл осындай велосипедті біздің бокстан республика чемпионы болған Атажанов Ролан. Жаңа мамас жүреді. Ролан қазір тағы да республикаға дайындалып жатыр. Қазір тауда жаттығу жұмыстарында жүр. Мамасы келіңіз. Шапалақтап отырар, жұғысы басы құрметті бауырлар. Дәл осындай мәтінде біздің жасөспірімдер арасындағы бокстың чемпионы Ерубаев Қайсар. Бар ма Қайсар? Молодец, тұрамыз. Велосипедін қасы тұр. Қайсар, велосипедін қасы тұр. Дәл осындай біздің тағы да бір велосипедіміз. Өзіміздің қазақ күресінен бірнеше рет, бір емес бірнеше рет әртүрлі жар деңгейде чемпион болып, Қазақстан Республикасының чемпионы болған Асқар Нұрасыл. Асқар Нұрасыл бар ма? Қайда Асқар Нұрасыл? Ал керемет, мінекей, көріп отырсыздар, құрметті қарабастаулықтар. Білім мен спортты ұштастырып, бірге қатарластырып алып жүрген біздің ер тұлғалы азаматтарымыз мына алдарыңызда. Барлықтарыңыздың болашақтарыңыздағы үміт күтетін ұл-қыздарыңыз осындай елге сыйлы болып, ел сыйлайтын азамат болып, Құдай қаласа, өзінің артынан келе жатқан ұрпақтарына үлгі болатын азаматшалар болсын. Той баршаңызға құтты болсын. Қарабастау халқының азаматтарына мың алғыс. Bir ауыз сөз тілек айтып жіберіңіздер. Құрметті қарабастаулықтар және қонақтар, Құдай қаласа мына бүгінгі Наурыз мейрамы баршаңызға құтты болсын. Мына баршаңызға Құдай қаласа келесі Наурыз мейрамына аман есен амандықта жетуді нәсіп етсін. Той қаласа берсін. Мына Құдай қаласа чемпиондарымыз мына бүгінгі Қазақстанға, ауылға аты шығып жатса, ертеңгі Құдай қаласа әлемге аты шығатын, елімізді елге, күллі әлемге дүркін танытатын азаматтар болып өсуін Алла нәсіп етсін. Құдай қаласа сіздерге Аллах Тағала тек қана абыройларыңызды арттырып, тек қана жеңістерде көріне беруіңізді Алла Тағала нәсіп етсін. Ассалаумағалейкум, Қарабастау тұрғындары. Ауызбіршілігімізді Аллах Тағала айырмасын. Осындай наурыздан наурызды тойлап жүре берейік. Сіз біздесіп, өнерлеріміз, балаларымыз үлкен биіктерден көріне берсін. Құдай қаласа, Қазақстанда болса, келешекте әлемді алсын. Осы біздің Қарабастаудың атын шығарып, Қазақстанның атын шығарып жүре берсін. Осы жерде қалған жасөспірім балдарымыз, інілеріміз де чемпион болсын. Осы ауылымыздың атын шығарып жүре берсін. Мына ұйымдастырып отқан Наурыз ұйымдастырушы алқаларға, ауыл ақсақалдарына Алла разы болсын. Чемпиондар ауылдан батырлар шыға берсін, Құдай қаласа біз басымыз жақсылыққа осы тойға жинала берейік бас. Рахмет, жеңістерің құтты болсын, марапат құтты болсын, алдағы уақытта бұмен тоқта қалмаңыздар. Марапат құтты болсын, құрметті ата-аналар, Қарабастау тұрғындары.
көктем жаз көздер жүр жанымызда. Әже жаттық сыйлап бізге, жете берші жүзге шын бағымызға. Алдың гауһар жақұтым, бар байлығым бақытым, қымбатым. Әжем менің аман жүрші ауырмай, жақсы көрем жанымда ішім қатып. Әжем менің өзіңізден аумаймын, өзіңізді жалғаймын, жүзіңізді жайнатып әнімді арнаймын. Әже зерделеген сізге, қаз көктем жаз көзде жүр жанымызда. Әже жаттық сыйлап бізге, жете берші жүзге шын бағымызға. Әже ергелеген сізге, қыз көктем жаз көзде жүр жанымызда. Әже жаттық сыйлап бізге, жете берші жүзге шын бағымызға. Әже зерделеген сізге, қыз көктем жаз көзде жүр жанымызда. Әже жаттық сыйлап бізге, жете берші жүзге шын бағымызға. Sağ ol, biz keremет.